сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы тарихи тұлғалар өмірі. Ең бірінші мына суретке назар аударсақ, суретте тарихи тұлғаларымызды көріп отырмыз. Бүгін біз жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай отырып, өмірбаян қарастырып жазамыз, табу сөздердің қолданыс аясын түсініп, ажырата білеміз. Өмірбаян деген не деген сұраққа жауап берсек, өмірбаян жеке адамдардың өмір жолы хронологиялық тәртіпке қысқаша жазылған ресми құжат. Әдетте оқуға түсу, жаңа қызметке орналасу кезінде жазылады. Өмірбаянда азаматтың аты-жөні, туған жылы, айы, туған жері, ұлты, отбасылық жағдайы, білімі және де жұмыс тәжірибесі туралы ақпараттар жазылады. Өмірбаянның 3 түрі бар. Бірі бұл көбінесе қызметке орналасу кезінде жеке іс қағазына қоса тігілу үшін жазылады. Мұнда адам өз өмірбаянын толық көрсетеді. Өмірбаянның екінші түрі мемуар, яғни ақын жазушылар өнер қоғам қайраткерлерінің өз өмірін қоғам өмірімен байланыстыра баяндауы. Өмірбаянның үшінші түрінде қоғамға белгілі қайраткерлердің өмірі мен шығармашылық саяси қызметін өз тарапынан емес, басқа біреу тарапынан баяндауы. Мына берілген үзіндіге қарасақ, өмірбаян берілген. Бұл өмірбаянда азаматтың аты жөні берілген. Сонымен қатар білім алған мекемелері, жұмыс орны және де отбасылық жағдайы толық көрсетіліп, мекен жайына дейін жазылған. Келесі тапсырма. Мәтінді мұқият оқыңыз. Мәтіндегі негізгі ақпаратты іріктеп, тұлғаның өмірбаянын жазыңыз. Өмірбаянның жанрлық және стильдік ерекшелігінің құрылымын сақтап жазыңыз. Өмірбаянның кіріспе бөлімі. Құжаттың аты өмірбаян деп жазамыз. Тұлғаның аты-жөні толық жазылады. Туған жылы, айы, күні, туған жері, ұлты. Негізгі бөлімде оқыған оқу орындары мен қоғамдық саяси қызметкері, яғни жұмыс істеген қызметтері жазылады. Қорытынды бөлімде қазіргі жұмысы мен мекен жайын жазу қажет біз. Оқулықта берілген Мұстафа Шоқайдың өмірбаяны жазылған. Осы оқулықтағы мәтін бойынша өмірбаян құрастырып жазамыз. Келесі тапсырма. Сөйлемдерді жазып, табу сөздердің астын сызамыз. Бұл жерде қарамен берілген табу сөздер көрсетілген. Өткен сабақта есімізге түсірсек, табу сөз дегеніміз бұл атын атауға тыйым салынған сөздерді табу сөз дейміз. Келесі. Өзің қалаған табу сөзді қатыстырып, сөз тіркесін құра. Өзің қалаған табу сөздерді қатыстырып, сөйлем құра. Келесі сәйкестендіру тапсырмасы. Эвфемизм, дисфемизм табу сөздерді анықтап сәйкестендіреміз. Сабақ аяқталды.